Жаңаөзен қалалық оқушылар шығармашылық үйінде дойбыдан жарыс өтті. Бұқаралық спорттың бұл түріне 50 бала қатысып, әртүрлі дәрежеде орындарға ие болды. Толығырақ жас дойбышылармен тілдесіп келген әріптесім тарқатады. Колледж студенттер арасында ұлт болашағы және санаулы ұрпақ атты дойбыдан зияткерлік ойын өтті. Бұл спорт түрі логикамен жұмыс жасап, миды дамытуға мүмкіндік береді. Жас дойбышылар бұның қыр-сырын жетік меңгерген. Соның бірі Альбина Сарсенова, Жаңаөзен политехникалық колледжінің 3-ші курс студенті. Ол қалалық облыстық жарыстарда өзін белсенді көрсетіп жүр. Дойбыдан жарыс жақсы деңгейде өтіп жатыр. Менің қарсыласым СПТУ колледжінен 1-ші курс студенті болды. Оны жақсы деңгейде ұтып шықтым. Колледжіміздің мақсат деген ағайымыз бар, Әділбаев мақсат. Сол ағайдан үйреніп, осы деңгейге жеттім. Спорттық ойындар аналар кабинетінің ұйымдастыруымен 2-ші күн қатарынан өткізіліп жатыр. Бұл ойын түрін 4 бақылаушы бақылайды. Ойын шарты мен талаптарын бас төреші айтып берді. Алдында тұрған тасын міндетті түрде мұқият қарап, өзінің жүрісіне бақылап, қарсыласына жаңа жүрген тасын шабуылдап немесе қорғанып ойнау нәтижесінде ұтысқа жетеді. Енді оларда айта кетсек, тасын ұстаған кезде кім сол тас міндетті түрде жүріледі. Алдына қарсыласын тасын жеу керек болса, оны міндетті түрде жеу керек, жемейді деген болмайды. Енді бұларда тас 12 тастан құралады, сол кімде тас мүлдем қалмайды, сол 30 болып саналады. Ойын қорытындысында жеңімпаздар түрлі дәрежеде диплом, кубокпен марапатталып, үздік ойыншыларға алғыс хаттар табысталды. Жасөспірімдердің дойбыға деген қызығушылығын ояту маңызды деген төрешілер бұндай жарыстар тоқтамасын деп тілек білдірді. Мөлдір Абиева, Шыңғыс Жанболатұлы, Жаңаөзен ақпарат.